Қайырлы күн достар. Бүгін біз кешкі асқа арналған және түскі асқа арналған тағам дайындайтын боламыз. Дәмі тіске жұмсақ, өте керемет болды. Дайындап көруге кеңес беремін. Ең алдымен бірде 500 грамм немесе бірде 300 грамм ұнды осылай салып аламыз. Өлшеп алсаңыздар да болады. Сосын бетіне бір қасық тұз салдым. Үлкен қасықпен және бір үлкен қасықты толтырмай дрож салдым. Дрожды салмай жатып бірінші суға ертіп аламыз. Сосын 1-2 қасық шемішке май қостым. Осылай суға салып ертіп алып дрожымызды құятын боламыз. Жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырды илеп болғасын 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. 1 сағаттан кейін тағы бір илеп қайырып қоямыз. Сосын пайдалана беруімізге болады. Үйде қандай ет бар? Осылай кубиктап турап дайындап аламыз. Шемішке майымызды құйып қыздырып аламыз. Жуа салып. Ары қарай етімізді салып, жуасын салып қызарғанша қуырып алатын боламыз. Астын жайотпен басып қоятын боламыз. Сосын жуамызды, картошкамызды, сәбізімізді турап, чеснок қостым және де капуста қостым. Барлығын кубиктап турап алатын боламыз. Және де достар, менің каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Күнделікті немесе аптасына 1 рет осындай әдемі тағамдарды менің каналымнан көре аласыздар. Және де лайк басып кетіңіздер. Және мен үйде осындай іш май бар тұғын, соны осылай турап қойдым. Және оны жаңағы кубиктап туралған көкөністердің бетіне салдым. Және етімді, қуырып алған етімді салдым. Бетіне ас қасықпен 1 қасық тұз салдым. Сосын қара бұрыш салдым. Сосын 1 ас қасықпен паприка және де кристаль қостым. Солай қолымызбен араластырып аламыз, болмаса қасықпен араластырсаңыздар да болады. Дайын болған қамырымызды алып 6 бөлшекке бөліп алдым. Солай бір бөлшегін алып, шамалы бөлігін кесіп алып қойдым. Қалғанын домалақтап жайып алдым. Дайын тұрған салмамызды қамырдың бетіне салып, барлық жерін түйіп алатын боламыз осылай. Екінші қамырымызды да дәл осылай жасайтын боламыз. Қасына қойып, тапамызға салып, әрі қарай жаңағы екінші алып қойған кішкентай қамырдың бөлігін осылай әдемі қылып, осылай бетіне осылай қойып шықтым. Және жұмыртқаның сарысын осылай жағып шықтым. Менде осындай кешкі асқа тамағым дайын болды. Сіздерге де кеңес беремін. Дәмі өте керемет болып пісті. 180 градуста піседі. Менде 30-40 минутта пісті. Қарап отырамыз. Және маған тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Лайк басып кетеміз. Түсінбеген жерлерімізді комментарийге жазып кететін боламыз. Сау болыңыздар.